Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Утегулова Айнұр Алдамбергеновна, Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технология колледжінің теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару мамандығы бойынша арнайы пән оқытушысымын. Пәннің атауы теміржол көлігіндегі қозғалысты ұйымдастыру. Бүгінгі сабақтың тақырыбы пойыздар қозғалыс кестесі. Сабақ жоспары: өткен материалды қайталау, жаңа материалды игеру және жаңа сабақты бекіту. Сабақтың мақсаты: пойыз кестесінің негізгі түсініктерін, жоспарлауға арналған бастапқы мәліметтерді, пойыздар қозғалыс кестесінің классификациясын, пойыздар қозғалысының жылдамдығын, локомотивке қызмет көрсету және станциялық, сонымен қатар пойыз аралық интервалдарды біліп игеру болып табылады. Пойыздар кестесі бұл барлық теміржол бөлімшелерінің жұмысының ұйымдастырушылық және технологиялық негізі, барлық жедел жұмыстардың жоспары, пойыздардың қозғалысы кесте бойынша қатаң түрде жұмысты дұрыс ұйымдастырумен және станциялардың, деполардың, тартқыш подстанциялардың техникалық қызмет көрсету пункттерінің, сонымен қатар пойыздардың қозғалысымен байланысты басқа бөлімдердің жұмысының технологиялық процесін нақты жүзеге асырумен қамтамасыз етеді. Пойыздар қозғалыс кестесіне қойылатын негізгі талаптар: олар жолаушылар мен жүктерді тасымалдау қажеттіліктерін қанағаттандыру, жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, секциялардың өткізу және өткізу қабілеттілігін, сонымен қатар станциялардың өңдеу қуатын тиімді пайдалану, жылжымалы құрамды ұтымды пайдалану, локомотив бригадаларының үздіксіз жұмысының белгіленген ұзақтығын сақтау, жолдарды, құрылымдарды, сигнал беру құрылғыларын, байланыс және электрмен жабдықтауды, ағымдағы жөндеу және жөндеу бойынша жұмыстарды орындау мүмкіндігі. Графикті құрастыру үшін берілген тапсырма: жергілікті және қала маңы тасымалындағы жолаушылар ағынының мөлшері, жүк қозғалысының мөлшері, жол пункттерінде вагондарды беру мөлшерін көрсете отырып, әр участке бойынша барлық санаттағы жүк тасымалына арналған тапсырмалар, кесте элементтері, пойыздарды құрастыру жоспары, жоспар жекеленген учаскелердегі жергілікті жұмыс кестесі және тұтастай бағыт, локомотив айналымы және бригадаларға қызмет көрсету аймақтары туралы мәліметтер, бригадалардың үздіксіз жұмысының нормалары, жөндеу жұмыстарын өндіру кестесіндегі терезелер ұсынуға арналған тапсырмалар, жүк пойыздары массасының нормаларын байланысты сараланған жүру уақыты. Пойыздар қозғалыс кестесі классификацияға бөлінеді. Пойыздар кестесін құру кезінде жолдар мен станциялардың техникалық жабдықталуына, әртүрлі санаттағы пойыздар жылдамдығының қатынасына, бағыттар бойынша пойыз қозғалысының мөлшерінің айырмашылығына, теміржолдардың пайдалану шарттары ескеріледі. Пойыздар кестесі келесі өлшемдерге сәйкес жіктеледі. Пойыз жылдамдығының қатынасына байланысты графиктер параллель және параллель емес болып бөлінеді. Параллель кестемен барлық пойыздардың жолдарда бірдей жүру жылдамдығы болады. Сондықтан графикте олардың жүру сызықтары параллель орналасқан. Параллель болмаған кезде жүрдек жолаушылар және қала маңы және жүк пойыздары әртүрлі жүру жылдамдығымен салынады. Сондықтан бұл пойыздардың желілері параллель емес болады. Осы слайдта бір жолды параллельді емес график көрсетілген. Екі жолды параллель емес график көрсетілген схемада. Параллель емес график бір бағыттағы пойыздар санаттарына байланысты әртүрлі жүру жылдамдығына ие болады. Бір жолды параллель график қозғалыс жылдамдығына байланысты параллель. Мұнда барлық пойыздар бірдей жылдамдықпен қозғалады. Сондықтан олардың жүру сызықтары бір-біріне параллель болып келеді. Көрсетіліп тұрған слайдта екі жолды параллель график көрсетілген. Көрсетіліп тұрған слайдта бір жолды жұпсыз график көрсетілген.
жүк пен кері бағыттағы қозғалыс өлшемдерінің арақатынасына байланысты графиктер жұп және жұпсыз болып бөлінеді. Жұптаспаған бағыттарға пойыздардың басқа санын салу болып келеді. Келесі слайдта бір жолды пакетті график көрсетілген. Пойыздарды пакеттік төсеу, автобұғыттаумен жабдықталмаған және аралықтарда аралық блокпосттары жоқ учаскелерде қозғалыс жұпталмаған кезде қолданылады. Пакеттік кесте жартылай автобұғыттауда немесе автобұғыттауда блок учаскелерде қосын аралықтарды шектеумен ілеспе пойыздардың қозғалысын көздейді. Станция аралықта бір сәтте бірнеше пойыздар болады. Егер пойыздардың тек бір бөлігі пакеттерге салынса, графиктер ішінара пакет деп аталады. Пакеттік және бүйрек графикасы бір жолда да, қос жолды сызықтарда да қолданыла алады. Пойыздар қозғалысының жылдамдық түрлері. Ең жоғарғы жылдамдық учаскеде техникалық құралдарды жай-күйі бойынша жол берілетін пойыз қозғалысының жылдамдығы. Есептік жылдамдық локомотивтің осы түрі және шектелмеген ұзындықты есептік көтеру үшін белгіленген ең жоғарғы салмақтағы пойыз жүре алатын учаскедегі ең жоғарғы жылдамдық. Жүріс жылдамдығы пойызды учаске бойынша тоқтаусыз өткізу кезінде қозғалыстың орташа жылдамдығы. Техникалық жылдамдық пойызды учаске бойынша тоқтаусыз өткізу кезінде қозғалыстың орташа жылдамдығы, бірақ пойыздардың тоқтауына байланысты үдеу мен тежеуге нақты жоғалған уақытты ескере отырып. Учаскелік жылдамдық учаске бойынша пойыз қозғалысының орташа жылдамдығы. Учаскелік жылдамдық учаскедегі жиынтық пойыздық километрді пойыздардың учаскеде болуының жиынтық пойыздық сағаттарына бөлумен анықталады. Маршруттық жылдамдық қалыптастыру станциясынан тарату станциясына дейінгі маршруттың орташа жылдамдығы. Маршруттық жылдамдық учаскелерде жұмсалған уақытты ғана емес, сонымен қатар ілеспе техникалық станцияларда маршруттардың тоқтап қалу уақытында да ескере отырып маршруттың орташа жылдамдығын көрсетеді. Екі аралықта пойыздардың жүру уақыты дегеніміз. Пойыздар жүрісінің аралық уақыты, егер олар станция осіне сәйкес келмесе, көрші бөлек пункттердің осьтері немесе оларды қабылдау жөнелту парктерінің осьтері арасындағы қашықтықты өтуге пойыздың минутпен жұмсайтын уақыты. Пойыздарға локомотивтің қызмет көрсетуі. Пойыздарға теміржолдардың қалыпты жұмысының локомотивтермен қызмет көрсету локомотив паркін ұтымды пайдалануға байланысты. Ол локомотивтердің жарамды күйде ұсталуын, локомотивтердің жоғары өнімділігін, олармен пойыздарды уақытылы қамтамасыз етуде. Локомотив бригадаларының еңбегі мен демалысын дұрыс ұйымдастыруды көздейді. Локомотивтердің жоғарғы өнімділігі олардың қуатын пайдалануды жақсартуға, орташа тәуліктік жүктемені арттыруға және бір жүгірісті азайтуға қол жеткізуге болады. Пойыздар қозғалысының кестесін жасай отырып, локомотивтер мен пойыздардың белгіленген нормативтерден аспайтындай айналым станциялардағы тұрақтарын келісуге ұмтылу қажет. Станциялық және пойыз аралық интервалдар график элементтері болып саналады. Станция аралығы бұл пойыздарды жол дамытумен бөлек пункт арқылы қабылдау, жөнелту немесе өткізу бойынша операцияларды орындау үшін қажетті ең аз уақыт аралығы. Жол аралық интервал бұл автоматты бұғыттаумен жабдықталған учаскелерде аралықтар бойынша жүру кезінде пойыздарды шектейтін ең аз уақыт болып табылады. Көрсетілген слайдта әр уақытта келу интервалы берілген. Әр уақытта келу интервалы және бір бағытқа жөнелту интервалы бұл пойыздың станцияға келген сәтінен бастап сол станциядан басқа бағыттағы пойыздың жөнелтілуі сәтіне дейінгі ең аз уақыт. Айқасу интервалы.
айқасу аралығы бір бағыттағы пойыздың келу немесе жүріп өту сәтінен бастап сол аралыққа қарсы бағыттағы пойыздың жөнелтілуі сәтіне дейінгі ең аз уақыт аралығы болып табылады. Бір бағытқа жөнелту интервалы. Бір бағытқа жөнелту интервалы деп бір пойыздың станциядан жөнелтілуі сәтінен бастап осы станциядан басқа пойыздың ілеспе бағыттағы жөнелтілуі сәтіне дейінгі ең аз уақыт. Бір бағытқа жөнелту интервалы. Жол жүру интервалы бұл пойыз көрші станцияға келген сәттен бастап алдыңғы станциядан келе жатқан пойыздың жөнелту сәтіне дейінгі уақыт. Бір жаққа жүру интервалы. Жолай жүрудің станциялық аралығы деп пойыздың бөлек пункт арқылы келген немесе жүріп өткен сәтінен бастапқы көрші бөлек пункт арқылы ілеспе бағыттағы пойыздың жөнелтілген немесе жүріп өткен сәтіне дейінгі ең аз уақыт аталады. Пойыздардың бір мезгілде емес жөнелтілуі және қарсы келу аралығы бір бағыттағы пойыздың станциясынан осы станцияға қарсы бағыттағы пойыздың келу сәтіне дейінгі ең аз уақыт. Бір уақытта емес келу және қарсы жөнелту аралығы бір бағыттағы пойыздың станцияға келген сәтінен бастап басқа бағыттағы пойыздың сол станциясынан жөнелтілген сәтке дейінгі уақыт аралығы. Пакеттегі пойыздар арасындағы интервал деп автобұғыттаумен немесе блокпосттары бар жартылай автоматты бұғыттаумен жабдықталған учаскедегі аралықтар бойынша пакетте белгілі бір есеп айырысу жағдайында ілеспе пойыздар жүретін ең аз уақыт аталады. Станцияның өткізу қабілеті. Жүк пойыздарының неғұрлым ықтимал саны және жұмыс жағдайында оның техникалық жабдықталуына байланысты станция мен оған жанасатын барлық бағыттар бойынша тәулік ішінде өткізілуі мүмкін жолаушылар пойыздарының берілген саны. Участоктың өткізу қабілеті теміржол желісінің өткізу қабілеті деп белгіленген массадағы пойыздардың немесе пойыздар жұбының ең көп саны аталады. Ол белгілі бір техникалық жарақтануы және қозғалысты ұйымдастырудың қабылданған жүйесі кезінде тәулік ішінде осы желі бойынша өткізілуі мүмкіндігі. Бүгінгі сабақты қорытындылай келсек, пойыздар қозғалысының кестесі мыналарды қамтамасыз етуі тиіс. Жолаушылар мен жүктерді тасымалдауға қажеттілікті қанағаттандыру, пойыздар қозғалысының қауіпсіздігі, учаскелердің өткізу және тасымалдау қабілетін және станциялардың өңдеу қабілетін тиімді пайдалану.